Баршаңызға сәлем. Бүгін Аңдар шаһарының екіншісін көретін боламыз. Ал олай болса ыңғайлы орынға жайғасып жүн лайктарыңды баса беріңдер. Газвойс сайрайда. Оқиға бірден бірінші фильммен әрі қарай жалғасады. Бірінші фильмдегі қойдың арамдығын айқындаған соң, бұлар сақшылар қатарына салтанатты түрде мүше атанады. Солай олар тәртіп сақшыларының қатарынан түлкі де, қоян да бола алатынын дәлелдейді. Ал ол дәлелге кейбір дәу кісілер онша мәз бола алмай тұрады. Қой ешкіге не жоқ десеш. Содан қойдың орнына келген Брайан атты жылқы әрбір табиғат зонасына ыңғайлап орнатылған қабырғалардың тұрғызылғанына 100 жыл болғанын атап салтанатты сөздерден жіберіп тұрады. Әрі қарай Буйволсон кедендік бақылаудан қала портына заңсыз тауарларды өткізіп тұрған оңбағанды ұстау жөнінде тапсырмасын беріп тұрғанда, Джуди мен Ник тапсырманың бірінші әріптері айтылмай жатып, сол тапсырманы орындауға кірісіп кетуден безер емес. Солай Джуди төтесіне сұрақ қоя бергенде, Ник оның көзін алдай бергенде, Джуди контейнерді аша бергенде, қылмыскер бұлардың полиция екенін түсініп қаша жөнеледі. Артынша екеуі оны жүн басар кварталымен қуа жөнеледі. Арасында бұл аудан шаштаразға бай екенін байқаймыз. Қылмыскерді ұстауға басқалары да таласады. Жайра өзінің тікендерін төсеп тоқтатпақшы болады. Ақырында қылмыскер залалсызданады, бірақ машинаның рулі назарсыз қалғандықтан, Джуди оны қолға алуға кіріседі. Солай Джуди рульді қолға алдым деп мәз болып отырғанда, мә саған деп зебралар қылмыскердің өзін қолға алады. Сол уақытта Джуди жәшіктен жорғалаушының түлеген терісін байқап қалады. Артынша бүкіл Аңдар шаһары, не жорғалаушылар қайта оралған ба не дейтін талқылауды өрбіте бастайды. Бөлімшеде Буйволсон осылардың кесірінен анаған андай болды, мынаған мынандай болды, сендер кінәлісіңдер дейтін ашуын білдіріп отырады. Джуди тапқан айғағын көрсетеді. Буйволсон бәрін шығарып жіберіп, екеуінің мінездері екі түрлі болғандықтан, бұларды Аңдар терапевтіне жібереді. Ол жақта екеуі псих кеңестері мен шарттарын алып алған соң, Джуди мен Ник бір-біріне жарасымды жұп екенін дәлелдеуге кіріседі. Ник үйінде отырғанда оның мониторынан Disney корпорациясының бала-шаға өнімдерінен бірнеше сілтемелерді байқаймын. Мысалы, мен танып тұрған Hulu стримингтік платформасы, Star Wars, яғни Жұлдызды соғыс франшизасы, Marvel Studios әрине, Pixar, National Geographic, Futurama, Қаһармандар шаһары, Gravity Falls және тағы да сол сияқтылар. Бірақ мына жерде жергілікті Marvel Studioсын Mammal Studios, яғни сүтқоректілер студиясы депті. Сонда құстар, жорғалаушылар, балықтар қайда кетті, а? Бұл барып тұрған расизм емес пе екен? Жарайды. Содан теледидарды қосып қалған сәтте кейіпкерге керек ақпарат шырқалу дейтін кинозаңдылық орын ала бастайды. Бұл жерде тундра тауында бал өтетіні және ол балда Wednesday билейді. Ол балда соңғы рет жыланмен болған жанжалдан соң ең алғаш Эбенезер Слеусін ұлы жазған күнделікпен танысу жүретіні айтылып жатады. Джуди артқы планнан бағанағы фургонды байқап, сонымен соны ұқсатып отырады. Слеусіннің күнделігін тіпті Зуглға теріп, борсықтың қырық өтірігіне тап болады. Ол Аңдар шаһары 100 жыл бұрын құрылды және жылан келіп Слеусіннің малай тасбақасын шағып алып, күнделікті алып кеткені жайлы айтады. Артынша жиналып, Никтің апанына келіп, әлгі ұқсатқан фургоны жайлы айтып, жылан қайта оралуы мүмкін екенін ескертіп, балға қалай болса да ену керектігімен оны көндіреді. Ник, егер жоспар ойдағыдай болмай бір осырсақ, Буйволсонға рапортың дайын ба? Дегенге келтіреді. Джуди, ой, қоя берші дейді, оны Шакираның әруағы кіріп кеткен Газелленің орындауындағы ән шырқалып жатқан бал басталуы таяп қалған жаққа алып келеді. Бұл жақта тышқан пілдің билетіне көміліп жатқанда, Ник пен Джуди білдірмей өтіп кетеді де, жыланды іздеу мақсатында сай киімдерін киіп алып, балға еніп алады. Ішке кіргенде Буйволсон хомяктың берген бір тамшы сусын қылқытып алады. Джуди мен Ник күнделікті көріп қалады. Джуди соның қасына келіп, оның қабы металдан жасалғанын біліп алады. Артынша байқаусызда Пуберт дейтін Слеусіннің баласымен танысып қалады. Ал Ник еденнен түлеген теріні байқайды. Солай тіміскілеп жүріп аспашамға жайғасып жатқан жыланның өзін байқай бергенде, Буйволсонға ұсталып қалады. Сол уақытта жылан да ирелең етіп, күнделікті қолға алып Слеусінді де өзімен бірге орап алып қаша жөнеледі. Бәрі байбаламға сала бастағанда Джуди мен Ник жыланды қууға кіріседі. Жарт жолда Рататуйға сілтеме байқаймыз. Солай жылан бөлмеге келіп Слеусіннің көзін сканерлей бергенде, Джуди келіп оны тоқтатады. Жылан осы сәтте момақан бола қалып, мен аяймын, мынау какай дегендей көздерін аянышты қыла бергенде, Ник оны пәріп жіберіп ұйықтатады. Бір кезде Слеусіндер отбасы жыланды өлтіріп, бұларға шабуылдап, олар бұны қорғап жатып өлтіргендей етіп құрастыруға оқтала бергенде, Джуди араға тура мағынада от жағып, үшеуі қашпаққа салғанда Буйволсон кеп қалады. Жылан оянып кетіп, байқамай оны тістеп алады. Арада сол үшеуі қылмыскер болып қалғандай көрініс орнайды. Оны пайдаланып оңбаған Слеусін беті былш етпей бәлесін осыларға жабады. Үшеуі терезеден қаша бастайды. Джуди күнделікті алып үлгереді. Жыланды біреу мотоциклмен алып кетеді. Ал екеуін мистер Биг ұстап алып өз үйіне алып келеді. Буйволсонды жылан шаққан соң оны қалыпқа келтіріп жатады. Жаңалықтар бәріне кінәлі мына үшеуі дейтін өсекке тола бастайды. Осы сәтте Брайан Кснеолу дейтін әкіммен таныс боламыз. Ол сұхбат береді де, Слеусіннің алдында есеп беруді де ұмытпайды. Слеусін, ана үшеуінің көзін құртта күнделікті қолға түсір. Әйтпесе әкімдік креслаңды босатып бомждармен қоқыстар деп оны қорқытады. Джуди мен Ник көліктен оянып, кейіннен мистер Бигтің алдына тап болады. Ол Слеусіндердің сондай қорықпаған екенін айтады. Оған қоса мистер Бигтің немерелі болғанымен құттықтап қойсақ болады. Мүмкін үшінші фильмде шөберелі де болатын шығар.
шығар. Содан ол бұларға жылан туралы мағлұмат айта алмайтыны, бірақ жорғалаушылардың ордасы, яғни Шалшық базар жайлы айтады. Ал ол жаққа әлгі конспирологиясын қышытып отырған борсық блогер апарып тастайтын болып шешеді. Кейіннен борсық екеуін теңіз сүтқоректілері жайылып жүрген жерге алып келеді де Хесусқа апаратын жолды іздей бастайды. Аңғарыңызшы, балықтар не істеп отыр. Содан Ник дельфинге бір тиіседі, тиын алмайтын итбалыққа бір тиіседі. Сөйтіп жүріп ақырында үшеуі есігі тасбақамен ашылатын жорғалаушылар мекендейтін орданы табады. Бұл жақта құбылғылар тілімен жаз тартып отырады, басқасы шыбын жалап отырады. Ник есірткеден сескенетінін айтып, олардың қылықтарынан жеркеніп қорқып жүреді. Ал кейіпкерлерге керек Ранго мына жерде үн-түнсіз отырады. Содан Хесус қонақжайлық көрсетіп, екеуіне осындай ас ұсынады. Егер ауыз тимесе, керек ақпарат жоқ дегендей. Екеуі жеркеніп жатып спагеттиларын жұтып алған соң, бұл жай ғана пранк болып шығады. Артынша Хесус бұрын соңды жыланмен болған жағдайдан соң сүтқоректілер жорғалаушыларға сенім артпай, оларды қуып, осындай қуықтай жерге сүмірейтіп тығып қойғанын айтады. Оған қоса сілеусіндер тундра тауынды кеңейтіп, сенің жылу сүйгіштігіңе түкірдім дегендей, өзінің диктатурасын орнатпақшы болатынын білдіреді. Және жыланға арналған хатты сілеусіндер жасырып келгенін айтып қалады. Оны ағып жасырып жүрдік екен дейтін сұрақ Джудиді толғандырады. Бір кезде бегемот полициялар келіп қалып, екеуін ұстамақшы болады. Тасбақа бәріне деп айқайлап алады да өзі асықпай қашпаққа салады. Хесус бұларға сенім артатынын білдіріп, өзі су бетімен зырылдап жоқ болады. Джуди морждарды судан шығарып, олардың бастарын пирс қылып жағалауға жетіп алады да екеуі су жүретін құбыр жолаққа сүңгіп кетеді. Ал бегемоттар алмадан ауыз тиіп кейіпкерлерден айырылып қалады. Күнделікті жылан алып кетіп қалады, айтпақшы, оны ұмытып кеттім. Содан кейіпкерлер жыланның артынан қуып келе жатып, екеуі құрлық аңдар екені естеріне түсіп, жарт жолдан ауа жұту аялдамасынан түсіп қалады. Артынша екеуі не істейміз деп тұрғанда, сюжет жылжытушы тау текелер шыға келеді. Олардың біреуі аузындағысын Никтің бетіне шашқанда, Джуди барсетканың ішіндегі сіріңке қорабынан Хонеймунның қай жерде екенін сұрайды. Сөйтсе ол мына тұрған жардың басында екен. Енді оған шығуға тура келеді. Николас. Сөйтіп екеуі мың салғылас мың ұрысып жатып, арадан диктофонды сындырып, әйтеуір таудың басына шығып алады. Бұл жақта екеуі Хонеймунның ішін қарай бастайды. Олардың іздерімен қабан жұп келіп, тұмсықпен қорс етіп осырып, олардың осы жерде екенін анықтап, осы жерге жетіп келеді. Джуди жыландар сол жерде сонау бастан болған, бірақ кейін оларды сілеусіндер көттерінен бір теуіп қуып жібергені жайлы ақпараттар біле бергенде, Ник кеп қалып, бәрін таста, қаштық, мен өлгім келмейді. Қанша қаһармандық етсең де әлемді өзгерте алмайсың дей бергенде, сақшы қошқарлар кіріп келіп, екеуін ажыратып жібереді. Арадан Пуберт шыға келіп, Гарри екеуі Джудиға қол ұшын соза бергенде, оған транквилизатордың инесі тиіп, Джуди ұйықтап қалады. Ал Ник сақшылардың қолына түсіп қалады. Біраздан соң Джуди Пуберт пен Гарридің қасынан оянады. Ал Ник Брайанның сұрағына алынып жатады. Артынша сілеусін келіп, жоспарына кірісіп, Шалшық базарды тазалаудан бастайды да Никті қамап тастайды. Оған қоса баласы Пуберт жыланға көмектесіп жүргенін естіп, тісін қайрай бастайды. Сол уақытта Джуди жыланмен танысып, оның аты Гарри, ал фамилиясы Жұтып Құсаров екенін түсініп, күнделікті көнден басқа да тығатын жердің бар екенімен танысады. Оған қоса Гарри өзінің айбат екенін дәлелдеу үшін өзімен бірге үнемі у қайтарғыш алып жүретінін көрсетеді. Пуберт кейіпкерлерді өзінің шалашын алып келген соң, Гарри балға күнделікті қоятынын түсініп, отбасына жасырын хат жібереді. Оны Пуберт оқиды. Артынша Пуберт оны контрабандамен 7 күндік круизбен бері өткізіп алғанын айтады. Солай әлгі жәшікте Гарри болғаны анықталады. Ары қарай күнделікті Гарридің көзімен сканерлеу басталады. Әуел баста Гарридің арғажесі қабырғалар мен ландшафт ауысатын, барлығы табиғи шарттар бойынша жайлы өмір сүре алатын аңдар шаһарын құрмақшы болады. Оны енді ыстықтап отырған ағаюға қарап байқасақ болады. Арадан инвестор ретінде Пуберттің ата-бабасы жарай қалады. Алайда ол арамдық танытып, патентті өз атына иеленіп, жобаны өзінікі етіп алмақшы болады. Артынша өзінің малайы Тасбақаны өлтіріп, жасағанын Пуберттің арғы әжесіне жаба салады да, оны жаманатты қылады. Ол аздай нәсілшіл сілеусін бүкіл жорғалаушыларды қудалайды да, жорғалаушылар мекенін қар астына көмеді. Солай ол өзінің жасаған қылмысын керемет тығып қойдым деп ойлайды. Алайда олай болмай шығып, Тасбақа шапшаңдық танытып, өртеніп үлгермеген оригинал патентті негізі осылай болған дегендей жыланның қолына ұстатады. Көп ұзамай жылан әже патентті өзінің үйіне тығып қояды. Кейіпкерлерге 100 жыл бойы жасырын шындықты дәлелдеп, халықтың көзін ашу үшін ендігі мақсат сол үйді табу болып саналады. Ол қар жамылған тундра тауында орналасқан екен. Оны енді қалай табамыз дегенде, Джуди, ол жерде биік мұнара бар ғой, қар үстіңгі жағын жаппаған шығар, ол шошайып көрініп тұратын шығар. Ол үшін анаған қарап мынаны табамыз, ананы өшіріп мынаны жағамыз дегендей анау тұрған тундра тауының қабырғасына қарайды. Алысқа барып іздеп әуре болудың қажеті жоқ. Қандай рахат. Содан бұлардың қайда екенін сілеусіндер біліп қояды. Мына жақта Николасты түрмеге қамайды. Қарама-қарсы камерада Борсық та өз мерзімін өтеп отырады. Екеуі аздап әңгімелесіп алған соң, Борсық Никтің камерасына еніп алады. Қалай десеңдер, сыбырғыштың сабынан кілт жасап алған екен. Ал сыбырғышты екеуі аман-есен босанып шықсын деп қойып кеткен күзетшілерге бір рахмет айтып қоюды ұмытпайық. Сөйтіп екеуі түрмеден қашып бара жатып, байқаусызда барлық есіктерді ашып қояды. Арасында көрінбей кеттің көптен, жүн шықтым әбеттен деп отырған Мәңіреу ханымды да байқап қаламыз. Барлығы сыртқа шыққанда Ник пен Борсық Джудиға тез арада жетіп алуды ойластырады. Ал оған Доминиктің көлігін тартып алған жай басар Флэш көмектесетін болады. Көтіңді қысшы!
және Тырнаузерде бір көмек көрсетуге қарсы емес. Бірақ компьютерді ашайын десе, мынадай парольді теру қиын болады. Одан кейін робот еместігін тексеруді де ұмытпайық. Мына жақта Джуди бастаған үштік ізделінді Тундра тауында Сахара Ситиден бөліп тұратын қабырғаны таба бергенде, ол жерде фестиваль өтіп жатып, бұларға бөгет болады. Полиция да көп ұзамай осы жерден табылады. Кейіпкерлер елдің арасымен қашады. Полиция оларды қуады. Оларға көмек мүйізін созып, газель шығып қалады да, олардың жолдарына қызыл кілемін төсеп береді. Алайда полиция көріп қойып, оларға ажал екпесін ата бергенде, Блицтің Доминиктігі қосып, оларды аман алып қалады. Артынша бұлар басқару орталығына еніп алады. Олардың арттарынан Ник пен Борсық кіреді. Десем өтірік болып қалады. Тек Борсық кіріп үлгереді, десем шын болып қалады. Джуди жарықты жағатын қосқышты қосып, жарықты жағады. Анадай жерде маяк көрініп тұрады. Осы сәтте Пуберттің сатқындығы қозып, Джудиді қозғалыссыз күйге келтіреді. Ал Гарриді ашық қалған есіктің сыртына шығарып тоңдырады. Енді жорғалаушылар класы қыста қататын білесіңдер дегендей. Пуберт оригинал патентті өртіп, әкесінің арам жоспарын тындырмақшы екенін айтады. Монитордан Ник байқала бастайды. Пуберт оны да залалсыздандыруға көшеді. Бірінші Борсықтан бастайды да, Никпен аяқтағысы келеді. Бірақ Ник аяқтатқызбай, екеуі қалтимада әңгіме айтып тұрып қалады. Жылу сүйгіш Гарри Джудидің жылы лебізіне еніп жатқанда, полиция кеп қалып, оның Джудиді жұтайын деп жатқан сияқты көрінісіне ие болады. Арада арпалыс басталады. Мына жақта да дәл солай. Гарри камерадан у қайтарғышты байқап, Никті хабардар етеді. Ник тура астымызда болғандарың қандай жақсы болды деп у қайтарғышты Гарриға ұстатады. Ол Джудиға егеді. Джуди Никті құтқарып алуға аттанады. Ник оның құтқаруға келе жатқанын түсініп, қылтимасымен бірге Пубертпен төмен қарай қол ұстасып құлайды да, Джуди мен Гарридің көмек қолына енеді. Пуберт құлап кетеді. Артынша жанға жайылып психологиялық диалог басталады. Гарри оларды оңашада қалдырып, Борсықты құтқаруға кіріседі. Диалогқа оралса, Ник мойындаудың орнына бәрін қалжыңға айналдыратынын, ал Джуди керісінше бәрі оның еңбегін шынайы бағаласын деп, барынша шынайы тырысатынын айтады. Артынша екеуміз екі түрлі болсақ та, мен үшін ең қымбат, ең түсінетін жан ол сенсің деп бір-біріне сезім ақтарады. Олардың әңгімесін шорт кесіп, Борсық келіп Пуберттің қашып кеткенін айтады. Пуберт патентке қол жеткізуге тырысады. Джуди бәрін жинап оның артынан қууға тырысады. Ник жыланды шарфпен орап, оның қатып қалмауын қадағалауға тырысады. Мына жақта Пуберт патенттің қай жерде екенін айтады. Оның не айтқанын әкім Брайан естіп тұрады ұядай. Бірақ ол да орнынан түсіп қалмас үшін аузына құм құюға дайын екенін көріп отырмыз. Көп ұзамай біздің кейіпкерлер келіп, Гарри мен Борсық Пуберттің әкесін танытуға кіріседі. Ал Пуберт мына киноны еске алатын шытырманға тап болады. Тіпті артқы әуенін де айнытпаған екен. Джуди мен Ник тракторға мініп алып шытырманды төтесінен отап өтеді де, сілеусінді қолға түсіреді десем керісінше болып қалады да. Содан Гарри кеп қалып оны орап алып тілімен қыттықтап байлап тастайды да, өздері іздеген қар үйіндісіндегі қалашыққа тап болып патентті табады. Мына жақта Брайан өзін тек кинода ғана керемет емес екенін көрсетіп, білесіңдер ме қазір кімнің жылы екенін деп сілеусіндердің беттеріне тағаның ізін басады. Мынау оригинал патент па не деп тұрғанда Пуберт кеп қалады. Бірақ одан дым шықпайды. Кейіннен сақшылар іріткі салушы сілеусіндер отбасын ұстап түрмеге қамайды. Оны жаңалықтардан айтып, бүкіл шындық аңдар шаһарына жарияланады. Тундра тауынды кеңейту болдырылмайтын болып шешіледі. Жыланды ақтап алған соң жорғалаушылар мен сүтқоректілер бірге өмір сүретін болады. Расымен де құшақтауға құмар жыланға қарап, қалай оны жаман деп айтасың дегендей ғой. Жасаған тірліктеріне Джуди мен Ник те мәз болып, тиісті ордендерін алады. Буйволсын палатасында жатып өз-өзіне келе бастайды. Ендігі тапсырма мына сәтте түрмеден қашып кеткен қашқындарды ұстау болып саналады. Оны кейіпкерлер ең бірінші қойды ұстаудан бастайды. Бәрі біткен соң әдеттегідей Газелленнің орындауындағы әнмен қала аңдары көңіл көтереді. Бұл жолы енді жорғалаушылар класымен де толықтырылатын болады. Енді қатарға ұшатын кісілер де жетіспей тұрған сияқты. Оны енді 3-ші фильмде көретін боламыз.